Егерде профессорге қарсы сөз айтсаңыз, деканаттың алдынан бір-ақ шығарады. Тек чауадан басқа ештеме білген жоқпын. Басыма тигеннен кейін Италияда қандай мамандықтар бойынша оқыту жалпы жақсы дамыған, қандай мамандықтар бойынша оқуға кеңес бересіз? Экономика, дизайнер, сән, жай ғана сән емес, содан кейін жаңағы дизайн интерьері дейді ғой, үйдің жаңағы жасау, одан кейін архитектура жақсы дамыған, жаңағы туризм жақсы дамыған, содан кейін машина өндіру, көлік өндіру, өндіріс мамандығы да бұл жерде өте жақсы дамыған, себебі бұл жерде көптеген Lamborghini, Ferrari деген жаңағы брендтер бар, сондықтан осындай мамандықтарды оқыған өте жақсы. Өте керемет. Жалпы сіз оқуға келерде Италияға келмей тұрып, итальян тілін білдіңіз бе, қалай үйрендіңіз? Жалпы оқуға ол кедергі келтіре ме, тіл білмеу? Жалпы мен келуден бұрын өтірік айтпай ақ қояйын, итальянша тек чауадан басқа ештеме білген жоқпын. Тек ағылшын тілімен келдім. Әрине келгеннен кейін біраз қиындықтар болды, себебі көбісі бұл жерде ағылшынша біліп тұрса да, әдейі итальянша сөйлейді бұлар. Сондықтан итальяншаны осы жерде жүріп үйрендім, сөйлеп, сол практикада жүріп адамдармен. Қазір шүкір біраз үйреніп қалдым итальян тілін. Итальян тілі негізі егерде осы биыл немесе түсетін оқушылар болса, ағылшынмен қатар итальяншаны да оқыған өте дұрыс. Себебі мен басында өзім ойладым, ой, не керек, ағылшын тілі білсем болды ғой деп ойлаған, бірақ та ол бір қате түсінік болған екен. Оны кеп басыма тигеннен кейін енді итальян тілін үйреніп, енді көріп жатырмыз. Жалпы сабақтардың форматы қандай? Мұғалімдердің талаптары қатты ма? Емтихандар қалай өтеді? Қазақстаннан жалпы айырмашылығы бар ма? Сіз Қазақстанда бір жыл оқыдыңыз ғой, салыстырмалы түрде айта аласыз ғой қазір? Бұл жерде емін еркін өтеді сабақтарды, профессорларға өзінің ойыңды еркін жеткізуіңе болады. Мысалға, сабақ өткені не болмаса, кейбір бір ұнамай қалған тұстары болса айтсаңыз, мұғалімдер оны түсініп қуана-қуана өзгертуге тырысады. Ал біздің Қазақстанда өкінішке орай, егерде профессорге қарсы сөз айтсаңыз, деканаттың алдынан бір-ақ шығарады, ол жетпегенде экзаменнен өткізбей қоятын профессорлар бар. Әрине жаман демеймін, Қазақстанда білім өте жақсы, бірақ та Италиямен салыстырғанда айырмашылықтары көп. Экзаменге, емтиханға келетін болсақ, бізде Қазақстанда тек емтиханды бір-ақ рет тапсырасың, болмай қалса, екінші рет ақылы түрде тапсырасың. Ол болмай қалған жағдайда лето деген түсінік бар бізде. Ал бұл жерде басқаша, бір рет тапсыра алмай қалсаң, екінші рет тапсырасың, екінші рет тапсыра алмасаң, үшінші рет тапсырасың, және тегін, ешқандай ақысыз. Мысалға, бірінші курста тапсыра алмай қалған емтихан үшінші курста тапсырып жүрген студенттер де бар. Сондықтан бұл жерде беретін студенттерге берген мүмкіндігі өте көп.